Қайырлы күн достар, мына жерде ағамыз. Аға, есіміңізді айтып таныстырып өтсеңіз өзіңіз. Менің есімім Серік болады. Неше жылдағы суға түсіп жүргеніңіз ғана мұздай суға ертіс? 30 жылдан асты. Жаңа айттыңыз ғой, сіз не үшін осы суға түсуді бастадыңыз? 95 жылы бастадым. Неліктен суға түсіп жүрсіз? Неліктен? Жақсылығың артады, жамандығың болмайды. Барған сайын әлгіне тазаланасың. Іштей бәрі тазалы болады. Рухани жағынан да Рухани жағынан таза боласың. бәрінен тазаланасыз, аға. Неше жасыңыз нешеде қазір? 71-ден 72-ге кеттім. Жақсы, міне мына жерде. Бұл Боран деген үйім ғой, иә? Боран деген үйім. Қай жылы ашылған аға? 73 жылы ашылған. Құрылған, иә? Аға, сонан бері суға түсіп міне. Жалпы сіз суға келу себебіңіз не болды дедіңіз аға, жаңа айттыңыз ғой бір. Не, ағайым қайтыс болғаннан кейін ана не стресс болды, депрессия болды. Содан кейін ой әкелді. Осы суға түсу керек, тазалану керек. Әйтпесе қиын. Қалай, көмегі болды ма? Көмегі өте жақсы болды. Содан мен ұлымды не 1,5 жасынан бастап су құйындырдым ванныйда, содан кейін осында келді. Суға түсті. Ол қазір 40-тан асып кетті. Сол судың арқасында болу керек. Оқуды, мектепті с отличием бітірді. Ал университетті қызыл дипломмен бітіргіздім. Жалғыз өзім жүріп. 2 университет бітірді. Қазір 4 немерем бар, барлығы жақсы. Енді ой болады, сондай суға түскідерін келсе, келіп түсіңдер. Міне, бүгін бізде неше градус болып тұр аға сыртта? Бүгін 31 градус, 37 сезіледі, сезінеді. 37 болып сезінеді. Бүгін 18-ші қаңтар, Шығыс шаһар Өскемен қаласы ертістен сәлем баршаңызға. Міне ағамыз, Серік ағамыздан сіздерге кеңес. Аман болыңыз аға, рахмет сізге. Міне суға түсіп шықтық. Өздеріңді келіңдер, денсаулықтарың зор болсын, барлықтарыңа амандық тілеймін. Рахмет аға, рахмет ағамыз.